Бізде бүгін қазанда асылып жатқан ет. Бұл жерде бізде қонақтарға бүгінгі тойға арналған ет. Енді сіздерге осы еттің ішіндегі, мен женшем бүгін түсінбей жатырмын, салафанның ішіндегі не деп. Бұл салафанның ішінде отдельно осы қосылатын, етке қосылатын картоп пен сәбізді осылай салафанға түйіп осылай салдық. Себебі неге? Картоп, сәбіздер, білесіздер ғой, жылқының сүйегімен, еттермен араласып кеткен кезде, когда былай алған кезде, олар езіліңкіреп, кішкене ара-дара болып түспейді да, сондықтан біздер осыны салафанға салып, түйіп, өз алдына отдельно пісіріп алдық. Одан кейін мына жерде бізде қарын, жылқының қарының ішінде, енді бұл еттің ішінде, білесіздер ма, 3 тағам түрін табуға болады. Бірінші сорпа, екінші қамыр, одан кейін мындай қарынның ішінде не бар? Мысалы, бізде қарынның ішінде маринадталған картоп, сәбіз, чеснок, және де көптеген дәмдеушілерден маринадталған қоспалар бар, дәмдер. Соны біздер қарынға салып, осылай түйіп, көрдіңіздер ме? Жіппен әдемі қылып екі жақтарын түйіп тастаймыз да, себебі ашылып кетпеу үшін мықталып. Солай біздер осыны осылай пісіреміз. Бұны да қонақта келген кезде отдельно алып, үлегенге салып, кесіп, ішіндегі жаңағы маринадталған картоп, тағамды осылай алып жей береді. Бұл да енді тағам түріне жатады. Ал мынау құйрық. Біздер бұның ішінде екі түрлі еттің түрі болды, қой еті және жылқы еті. Біз қойдың етін алдында алып қойдық, себебі олар тез піседі. Ал бұл жерде жылқының еті. Міне, осында біздің бүгінгі тойға арналған бешбармақ етіміз дайын почти. Рахмет. Рахмет, бәрекелді. Не деген шапалақ мынау ағай, шықпай-ақ мен ашып отырғанымды. Рахмет. Ал енді қадындар менен мырзалар, мені кереметті қылып бүгінгі өздеріңізге белгілі Қаракөше еліндегі Араповтар әулетіндегі дүбірлі тойымызда бастап алғанға жатқан жайымыз бар. Мынау енді кереметті қылып